Кеше өздеріңізге белгілі қалайық 9 маусым күні Алматыдағы ескі алаңға шыққан азаматтарды, сайлауға бойкот жасап шыққан азаматтарды полициялар қолдарын бұрап, қамап, Алматыдағы роботлардың камераларына сыймай сыртқа да шығарып, аудандарға қамап жатыр деп хабар айтылды. Өздеріңіз білесіздер. Соның ішінде біздің Азат қозғалысының бірнеше азаматы да ұсталды, қамалып, 10 тәулікке тағы басқа мерзімге үкім шығарыпты сот. Соларды кеше қамалған азаматтарды босату талап етіп, мен мәлімдеме жасадым. Мәлімдемеде былай дедім: 9 маусым 2019 жыл Алматыдағы Төле би Абылайхан көшелері қиылысындағы паркте полицейлер 1959 жыл туған ақсақал Қитанұлы Батырбек тезек тегін тұтқындап, артынша түнде сот 10 тәулікке қамауға үкім шығарыпты оны. Сөйтіп Талғарға қаласына кетіпті қамауға. Ал оны енді митингіге барды деп қамаған сыңайлы, әрине. Алайда митингшілердің сайлау туралы заң қалпына келтірілсін, мынау заң жарамайды дегені, және мынау осы заңдарды өзгерту үшін, мемлекеттегі дұрыстау үшін билік пен қоғамдық белсенділердің біріккен комиссиясы құрылсын деген талап үшін ұстап жазалау деген енді ол адамгершілікке де заңға да қайшы нәрсе. Сондықтан сайлауға, заңдарға қатысты өз пікірін айтқан азаматтарды тұтқындауды билік тарапынан 1986 жылғы желтоқсандағыдай халыққа істелінген экстремистік шабуыл, саяси қуғын сүргін деп есептеймін. Ал Қитанұлы Батырбек ақсақал бұрын сотқа тартылмаған, оған тек ескерту жасалынуы тиіс еді. Жүрек ауыру кісіні бірден 10 тәулікке қамау деген ол заңсыздық нағыз. Сондықтан мен оны жедел түрде Қитанұлы Батырбек ақсақалды тұтқыннан босатуды талап етемін. Болмаса, мен 27 жыл бойы қант диабетімен ауыратыныма, соңғы 7 жылда инсулиннің арқасында ғана өмір сүріп жүргеніме қарамастан, ертең 11 маусым күні таңертең сағат 12-де қалалық әкімшілікті, Алматы қалалық әкімшілігінің ғимаратының алдына барып аштық жариялаймын. Өзге де тұтқындалған азаматтардың туыс, дос жарандарын аштық жариялауға шақыруға мәжбүр болатынымды мәлімдеймін. Ертең сағат 12-де қалалық әкімшілік алдына келіп, туысқандарыңыз, достарыңыз тұтқындалған азаматтар, мені қолдаңыздар, аштық жариялап. Сөйтіп азаматтарымызды тұтқыннан босатып алайық. Осы мәлімдеме Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа, Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Кәрім Мәсімовке, Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбекке, Алматы қаласының прокуроры Ғабит Миразовқа, Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің бастығы Нұрлан Мәжіловке, Ішкі істер департаментінің бастығы Серік Күдебаевқа жолданды. Осы мәлімдеме Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа, Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Кәрім Мәсімовке, Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбекке, Алматы қаласының прокуроры Ғабит Миразовқа, Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің бастығы Нұрлан Мәжіловке, Ішкі істер департаментінің бастығы Серік Күдебаевқа жолданды.